Сәлем достар, сіздермен бірге Айгерім. Бүгін сіздерге осындай ерекше құймақтың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарамастан бұрын менің каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Сонда ең бірінші болып салынған рецепттерімді көріп отыратын боласыздар. Алдымен 3 жұмыртқамыздың үстіне құмшекерімізді салып, жақсылап құмшекеріміз ерігенше араластырып алатын боламыз. Одан кейін жылы сүтімізді, жылы суымызды қосып, тағы да араластырып алатын боламыз. Аздап тұз салатын боламыз. Одан кейін біздің ұнымыздың үстіне қопсытқышымызды, 2 ас қасық какаомызды салып, барлығын електен өткізіп, біркелкі масса болғанша жақсылап араластыратын боламыз. Кәдімгі біз істеп жүрген құймақтың тура сол рецепті. Бұның ерекшелігі тек қана какао салынып, шоколадты құймақ деп аталады. Ерекшелігі сонда, бірақ өте дәмді, ерекше болып шығады. Енді осының үстіне сұйық майымызды құйып, тағы да біркелкі етіп араластырып аламыз. Осындай масса болған кезде біздің тестамыз дайын. Енді біздің тапамызды қызытып пісіріп алатын боламыз. Осындай тапамызды қыздырып, майлап алып, дәл осылай пісіріп аламыз. Өте ерекше шығады. Менің балаларыма әрдайым ерекше дәмді етіп жасап бергенді жақсы көремін. Дәл осылай екі бетін қызартып, осылай пісіріп аласыздар. Өте оңай, өте жылдам, өте дәмді болып шығады. Әлі алда рецепттеріме түрлі құймақтар салатын боламын. Сол үшін менің каналыма міндетті түрде жазылып, колокольчикті басып кетуді ұмытпаңыздар. Міне барлығын осылай пісіріп алдым. Дәл осылай видеодағыдай пісіріп аласыздар. Міне біздің құймағымыз дайын. Өте жылдам, өте дәмді, керемет болып шықты. Менің балаларыма қатты ұнады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Айгерім. Қош сау болыңыздар.